Мәдени өсімдіктердің шығу орталықтары. Екінші, Шығыс Азия орталығы, тары, соя, шай. Төртінші, алдыңғы аталығы, бидай, арпа, жүзім. Жергілікті теңіз орталығы, Эфиопия орталығы, кофе, сорго. Оңтүстік Америка анд, жүгері, қызанақ, темекі. Таяу шығыста қой, ешкі және сиыр қолға үйретілді. Ал жылқыны орталық Азияда, негізінен Қазақстанда қолға үйреткен. Оңтүстік Азия тауық, буйвол. Шығыс Азия шошқа, жібек құрты. Африка есек. Америка лама, альпака, күрке тауық. Ауыл шаруашылығының даму тарихы адамзаттың табиғатпен қарым-қатынасын көрсетеді. Өсімдіктерді мартымды өзімтіді. Осылайша ғылым кармағын дәдіге түгел. Ауыл шаруашылығының тарихы адамдар отырықшылыққа көшіп, егіншілікті дамытты. Қазіргі замарда жер өңдеу мен мал шаруамыл адамзаттың өркендеуіне негіз болды. Өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық әртүрлілігін. Жаңа сорттар мен тұқымдар шығаруда маңызды.